Ит неліктен ырылдайды? Бұрынғы заманда бір байдың бір итпен бір мысығы болыпты. Иті кәрі екен. Күндердің бірінде әлгі бай ит пен мысыққа жұмыс тапсырыпты. Ол: екеулерің ана ауылдағы қызыма мына алтын жүзікті апарып беріңдер. Мысық, сен жүзікті алып жүр. Ит саған жол бастасын. Сақтанып жүріңдер, жүзікті жоғалтып алмаңдар, дейді. Олар жолға шығып, жарым жолға келгенде алдарынан бір өзен кез болады. Өзенде көпір жоқ екен. Сонан олар өзеннен малтып өтпек болады. Мысықтың малтуға онша шебер емес екенін білетін ит жүзіктен алаңдап: «Ей мысық, өзеннен өткенше жүзікті маған бер, сен жоғалтып аласың», дейді. «Болмайды», дейді мысық. «Қожайын маған жүзікті сен алып жүр деген, саған бер алмаймын». «Мен саған қарағанда мұқияттаумын. Өзеннен өткенше жүзікті маған бер, аузыма салып алайын. Өзеннен өткен соң өзіңе беремін», дейді ит. Ақыры мысық жүзікті итке береді. Олар өзеннің ортан беліне барғанда ит: «Ойбай, жүзік аузымнан түсіп кетті», дейді. «Енді қайттық», дейді мысық. «Мен іздеп көрейін», дейді ит. Алайда қанша іздегенімен жүзікті таба алмайды. Ақыры олар жағдайды қожайынға айту үшін үйге қайтады. Үйге таяғанда ит жазаланудан қорқып орманға кіріп қашып кетеді. Мысықтың тез қайтып келгендігін көрген қожайын алаңдап: «Ит қайда?» дейді. «Жүзікті жоғалтып қашып кетті», дейді мысық. Ашуланған бай иттің танауын тартпақ болып ауылдағы басқа иттерді жинап алып оларға: «Қайтсеңдер де әлгі итті тауып келіңдер», дейді. «Біз ол итті басқа бейуаз иттерден қалай парықтаймыз?» деп сұрайды иттер. «Ол ерекше қартайып кеткен, аузында бірде-бір тісі жоқ. Сендер оның тісіне қарасаңдар, оңай тани аласыңдар», дейді бай. Сонымен иттердің барлығын әлгі кәрі итті ұстап келу үшін жан-жақтан іздеуге аттандырады. Олар талай тау тасты басып, өзен тоғайды аралап, алыс жақындағы қалалардың барлығына барады. Алайда әлгі итті ешқайдан таба алмайды. Күні бүгінге дейін иттер алтын жүзікті, сол итті таба алмапты. Сол үшін қазір де иттер бірін-бірі көріп кездесе қалғанда: «Байдың алтын жүзігін жоғалтқан ит мен емес, сенбесең қарап көр, тісім сау», деп тістерін ақситып ырылдап қояды екен.